теледидарлар көп өзгерді. Біз сол үлкен қораптардан ультра жұқа экранға көштік. Панельдердің әр буыны экрандар әлемін айналдыратын өзіндік технологияны ұсынды. Катодты сәулелік түтік нені білдіреді? Мұндай теледидарлардың жұмыс принципі экранға электрондар сәулесін түсіретін электронды түтікке негізделген. Магниттік катушкалар бұл сәулені басқарады. Оны экранда жылдам жүгіруге мәжбүрлеу, жолдан жолға және суретті қалыптастыру үшін люминофорды бөліктеу. Түрлі түсті модельдерде 3 электронды зеңбірек қолданылады: қызыл, жасыл және көк. Олардың әрқайсысы кескіннің түс компонентіне жауап береді. LCD-дің басты ерекшелігі кескіннің аналогтық сипаты. Мұндай теледидарларда бекітілген пиксель торы және қатаң ажыратымдылық жоқ. Экран сөзбе-сөз кіріс сигналының астында кескін жасайды. Сондықтан, мысалы, ескі ойын консольдері LCD-да бір тұтас және табиғи болып көрінді. Бұл консольдерді заманауи теледидарларға қосу арқылы байқауға болатын қатты пикселдеу жоқ. Бұл қара түсі физикалық түрде жүзеге асырылады. Егер фосфор қозбаса, ол жарық шығармайды. Бұл жоғары контрастты және көлеңкелердің дәл берілуін қамтамасыз етті. Сонымен қатар, жауап беру уақыты бірден болды. Проекциялық теледидарлар LCD теледидарларындағы диагональды шектеуге логикалық жауап болды. 70-90 жылдары проекциясыз шынымен үлкен экран алу мүмкін болмады. Нәтижесінде көбінесе 3 жыл проекторға негізделген үйдегі проекциялық теледидарлар пайда болды. Әр проектор бір түсті кескін жасады: қызыл, жасыл немесе көк. Айна жүйесі суретті кішірейтіп, оны мөлдір экранға шығарды. Бұл сол кезде үлкен болып көрінетін диагональдарды алуға мүмкіндік берді. Алайда технология саға келді. Жарықтық төмен болып қалды, көру бұрыштары шектеулі болды, және кескіннің дәлдігі калибрлеуге байланысты болды. Сәулелерді араластыру қолмен конфигурациялауды қажет етті, және уақыт өте келе реттелген параметрлер аналогтық жүйелердің температурасы мен тұрақсыздығына байланысты өзгеріп кетуі мүмкін. Плазма. 90-шы жылдардың аяғында плазмалық теледидарлардың пайда болуы нағыз технологиялық секіріс болды. Алғаш рет проекцияны қолданбай үлкен және жалпақ экран жасау мүмкін болды. Плазмалық панельдегі әрбір пиксель инертті газдар қоспасымен толтырылған жеке газ ұяшығы. Кернеу берілген кезде газ иондалады, фосфорды қоздыратын ультрагүлгін сәуле шығарады. Нәтижесінде пиксель жарқырай бастайды. Плазмалық панельдер жоғары контрастқа, терең қара түске және кең көру бұрыштарына ие болды. Сурет сол кездегі LCD-мен салыстырғанда жанды және кинематографиялық ретінде қабылданды. Плазмалар ұзақ уақыт бойы үй кинотеатрлар үшін эталон болып саналғаны кездейсоқ емес. Дегенмен технологияның елеулі кемшіліктері болды. Плазмалар көп энергия жұмсады, қатты қызды және күйіп қалуға бейім болды. Сонымен қатар, өндіріс қымбат және панельдер ауыр болды. Мұның бәрі сайып келгенде LCD технологиясының дамуын шектеді. LCD экранның жұмыс принципі жарықтың пиксельдердің өзінен шығуына емес, пиксельдер жарықты артқы жарықтан өткізіп немесе бұғаттау арқылы басқаратындығына байланысты. Бұрын LCD флуоресцентті түтіктерді артқы жарық ретінде қолданған, бірақ содан кейін жарықдиодты шамдарға ауысуды ойластырған. Осылайша жылдар пайда болды. Бұл теледидарлардың қалыңдығын азайтуға, қуат тұтынуды азайтуға, жарықтылықты арттыруға және артқы жарықты бақылауды жақсартуға мүмкіндік берді. Ең көне және қарапайым технология. Онда кристалдар бұралып ең аз жауап беру уақытын және жоғары герцовканы береді. Сонымен қатар нашар көру бұрыштарын, әлсіз түстерді және контрастты береді. IPS. Мұнда кристалдар экранмен бір жазықтықта айналады. Бұл кең көру бұрыштарын, тұрақты түстерді, бірақ төмен контрастты береді. Және мұндағы кристалдар белсенді емес күйде тігінен тұрады, ал белсенді күйде көлденеңінен бұрылады. QLED бұл жаңа дисплей технологиясы емес, кванттық нүктелі теледидарлардың LCD маркетингтік атауы. Кескін әлі де сұйық кристалды матрица арқылы қалыптасады, ал жарық жылдар бойы жарықпен жасалады. Кванттық нүктелер көк жарықпен сәулеленген кезде қатаң анықталған түсті шығаратын нанобөлшектер. Кейу жылдар олар артқы жарықпен матрица арасында орналасқан арнайы қабат ретінде қолданылады. Бұл шешімнің артықшылығы жоғары жарықтылық және кеңейтілген түс схемасы.
Яғни, шын мәнде бұл өте жақсы жарықтық пен түс көрсеткіштері бар сұйық кристалды дисплей. Бірақ негізгі шектеу басқа жылдардағыдай өзгеріссіз қалады дисплейлер. Олардағы пикселдер өздігінен жарықтандырылмайды. OLED дисплейлердің дамуындағы түбегейлі жаңа кезең болды. LCD-ден айырмашылығы, мұнда кескін олар арқылы электр тогы өткен кезде жанатын органикалық жарықдиодты шамдармен қалыптасады. Бұл негізгі артықшылықтарды ұсынады. Абсолютті қара, лезде жауап беру уақыты, тамаша көру бұрыштары және жарықтың болмауы. OLED теледидарлар екі негізгі түрге бөлінеді. Бұл WOLED және QOLED және бірдей негізгі жұмыс принципімен олар басқаша әрекет етеді. QOLEDте бір ақ OLED эмитенті қолданылады, оның үстінде түсті сүзгілер орналасқан. Осымен мен сіздердің сұрақтарына жауап бердім деп ойлаймын. Сіздерге видео жасаған Қазтехногид арнасы, видео ұнаса лайк және подписка.